Баршаңызға сәлем. Сіздермен Течидина каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда ағылшын тіліндегі this, that, these, those деп аталатын сілтеу есімдіктер туралы айтатын боламын. Бұл сілтеу есімдіктерін қай жерде, не үшін қолданатындығымыз туралы осы видеода айтылады. Ендеше видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. This аудармасы мынау. Адамның қасында тұрған бір ғана затты айту үшін қолданылады. That аудармасы анау. Адамның қасында емес, алыста тұрған бір затты айту үшін қолданылады. This және that сілтеу есімдіктерін тек қана зат үшін емес, адамдар үшін де қолдануға болады. These мыналар адамның қасында тұрған бірнеше заттарды айтқан кезде қолданылады. Those аудармасы аналар алыста тұрған бірнеше заттарды айтқан кезде қолданылады. Және бұл есімдіктерді адамдар үшін де қолдана беруге болады. This is an apple. Мынау алма. Алма адамның қасында тұр, және ол бір ғана алма, сондықтан бұл жерге this деген сілтеу есімдігі қолданылды. These are apples. Мыналар алмалар. Алмалар бірнеше, және ол адамның қасында, сондықтан бұл жерге this деген сілтеу есімдігі қолданылды. That is an apple. Анау алма. Алма алыста, және ол алма біреу, сондықтан осы жерге that деген сілтеу есімдігі қолданылды. Those are apples. Аналар алмалар. Алмалар бірнеше, және ол адамның қасында емес, алыста, сондықтан бұл жерге those деген сілтеу есімдігі қолданылады. Бүгінгі сабақ түсінікті болған болса, мен сіздерге тапсырма дайындап қойдым. Осы тапсырманың жауабын комментарийға жазып кетсеңіздер, мен тексеретін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.